Аурухана. Замет мырза, дәрігерге Биньяминді тексеріңдер, ол менің балам дейді. Сол кезде Ниһаят ханым аттарынан тыңдап таң қалады. Жихан мен Мелек кездесіп, дәріхананың алдында кездесіп қалады. Жихан Мелекке бізде бір мүмкіндік жоқ па дейді. Маған бір мүмкіндік берші дейді. Мелек, сен де мені сүйесің, мен білемін дейді. Жихан Содан кейін Мелек Жиханға сенің балаңды көтеріп жүрмін, әйтпесе баяғыда ұмытып кетер едім деп Мелек жылап кетіп қалады. Бірақ іште қимай тұрады. Аурухана бөлімі. Барлығы уайымдап отырады. Хикмет жаңағы жаңалықты естігеннен кейін Биньяминге қайта таң қалып қарай береді. Нух пен Сивилай әңгімелесіп келе жатады. Кешегі қызғанып ұрысқанын, ренжігенін айтып келе жатады Сивилай. Аурухана бөлімі. Дәрігер келеді. Замет мырзаға бүйрек керек, барлығымды тексереміз дейді. Жихан, Харика, Асад барлығы менің бүйрегім келеме дейді. Сумрудың жұмыс орны. Сумру жұмыс орнына адамдар келеді. Олар плакаттар және де плакаттарға сөздер жазып қойып Сумрудың ашуына тиеді. Және адамдар жиналып тұрады. Оған хат ұрсады. Саметтің әйелісін неге тасимен жүресің дейді. Сумру ашуланып оны таяқпен ұрып қуып жібереді. Биньямин Иде адамдардың барлығына қан тапсырамыз, сәйкес келгеніміз бүйрегімізді береміз деп айтып жатады. Сумру мен адамын полиция бөліміне алып келеді. Полиция адамдары Сумруды танып таксиге звондайды. Ол келіп Сумруды алып барлығын шешіп кетеді. Содан кейін аурухана бөлімі. Нух Хикметті алып қорқытады. Ол Харика мен Сивилай мен Мелекті машина жалдап өлтіргісі келгенін біліп қояды. Сен жалдадың, шынында айт дейді Нух. Хикмет, мен Сивилайды өлтіргім келмеді дейді. Мен тек Мелек баласынан айрылғанын қаладым дейді. Нух ашуланып Хикметті қорқытып кетеді. Енді менің қарындасыма, анама тиісетін болсаң, ісім сенімен болады дейді. Полиция бөлімі. Таксин келеді. Және жаңағы адам кешірім сұрап алып кетеді. Аурухана бөлімі. Барлығы қан тапсырады. Дәрігерлер, сіздің бүйректеріңіз сәйкес келмейді дейді. Содан кейін Жихан Саметті үйіне алып келеді. Сот залы. Жихан мен Сивилай ажырасуға келеді. Екеуінен сұрайды, ажырасамыз дейді. Солай екеуі ажырасады. Мелек анасының жұмыс орнына келеді. Ертең папемді көрге барамын, сен де барасың ба апа дейді. Сумру қуана барамын деп айтады. Сол кезде Жихан келеді сөйлесуге. Екеуі сөйлесіп отырады. Сумруға Мелек менімен сөйлеспейді. Мен басқа қалаға қайтан кететін шығармын дейді. Әкем үшін келдім дейді. Мелек болмаса, мен бұл жерде қалғым келмейді дейді. Мен қателігімді түсіндім дейді. Мелек онды естіп сырттарынан қарап жылап тұрады. Нух та бізге қарсы дейді. Солай екеуі сөйлесіп отырады. Эсма мен Асад кездесіп жүреді. Жасаландар әулеті. Барлығы Саметтің туған күні дайындалып жатады. Құттықтауға Сумру да келеді. Ал оларды шақырған Ниһаят болып шығады. Ниһаят, мен сенің туған күнінде барлығы болсын деп ойладым. Сенің бауырларың да сенің бұрынғы әйелің де болсын деп ойладым. Сен қуанатын шығар деп мысқылдап сөйледі. Содан кейін менің сендерге айтатыным бар дейді Ниһаят. Биньямин кетіп бара жатқанда Биньямин тоқта, саған байланысты мен бүгін әке мен баланы кездестіремін, тапсырамын дейді. Содан кейін Ниһаят Самет, сенің балам Биньямин деп айтады. Сол кезде барлығы сенбейді. Ниһаят ДНК сараптамасын алып шығады. Самет оқып жынданып лақтырып жібереді. Содан кейін Сумруға оқы дейді. Сумру 99% дұрыс, сен Саметтің баласың дейді. Сол кезде Биньямин талып қалады. Барлығы таң қалып қояды. Келесі бөлімін көргілеріңіз келсе, маған подписаться етіп, 1000 подписчикке бірге жетейік. ДНК сараптамасын 99% сәйкес келетінін білген, барлығы таң қалады. Биньямин Саметке келіп, мен сандашым жалындар әулетінің ембе дейді. Барлығы таң қалады. Биньямин жылайды. Мен сенің есік алдында 45 жыл бойы ит құсап өмір сүрдім дейді. Сенің ұятың бар ма деп қатты Саметке ашуланады. Содан кейін Биньямин ашуланып кетіп қалады. Сумру Саметке ұрсып жатқанда, Самет кенеттен құлап қалады. Оны скорый алып кетеді. Дәрігерлер бөлімі. Дәрігер өмірі қал үстінде дейді. Сумру мен Мелекте келеді. Мелек пен Жихан кездесіп қалады. Мелек, мен сені көруге келгенмін дейді. Екеуі бақытты. Қайтадан қосылады. Биньямин өзі тұрған үйіне келеді. Әкесі туралы сұрауға. Биньяминді Жихан іздестіріп жатады. Одан кейін полиция арқылы оны тауып алады. Үйге әкелдіреді. Одан әкемізге бүйрегім керек дейді. Мен бермеймін, ойламаңдар, мен бермеймін дейді. Солай Биньямин. Содан кейін Биньямин мен Жанан стол үстінде тамақ ішіп отырады. Содан кейін Жихан оны көндіріп отырады. Егер сенің қалауың болса айт дейді. Барлығы келеді.
Харика, Хикмет, Азат барлығы келеді. Беньямин, мен Шансаландар фамилиясын алым келеді. Маған Азаттікінде машина керек дейді. Азат менікін ал десем, жоқ, сенікі ескі. Маған жаңа машина керек дейді. Содан кейін Беньямин, мен өз үлесімді алғым келеді дейді. Және бізге қазір сендер сияқты жүруге 5 миллион ақша керек дейді. Біз келісеміз дейді. Бірақ Беньямин үлесін алуға барлығынан қол қойдыртып, қағаз бойынша алады. Аурухана бөлімі барлық операцияға дайындалып жүреді. Беньямин бүйрегін алмастыруға ол да келеді. Операция басталады. Нух пен Севелай ресторанда отырады. Нух Севелайға сөз салады. Нух пен Севелай солай алғашқы түндерін өткізеді. Севелайдан сұрайды. Жиханмен жаттың ба деп сұрайды. Севелай қатты ашуланып кетіп бара жатады. Одан кейін Севелайдың қасына Мелекке еріп кетеді. Севелай қатты ренжіп қонақ үйде жатады. Одан кейін Севелай Мелекке де ұрсады, бірақ Мелек қасынан кетпейді. Соны естіген соң Ру баласымен сөйлеседі. Нух өкініп Севелайға звондайды. Оны ала алмаған соң, оны іздеп қонақ үйдің алдына келеді. Екеуі көп сөйлесіп қайтадан қосылады. Содан кейін Севелай, менің кім екенімді ұмытпа, сөздеріне ие бол Нух деп жылап қалады. Шансаландар әулеті. Самет ауруханадан аман-есен шығады. Операция сәтті өтеді. Нихаят ханым, енді сіз Тасин үйіне кете берсеңіз болады дейді. Барлық балалары Нихаят ханымды қалдырады. Самет оған ашуланады. Нух пен Севелай тойларына дайындалып, той көйлегін іздеп жүреді. Самет қонақ үйіне келеді. Сондан Шансаландар жазуы алынып, Иншихерли деп жазылып тұрады. Ол оған қатты ашуланады. Және алдынан Тасин шығады. Мен бұл жердің егесімін дейді. Мен барлық үлесті сатып алдым. Енді тек қана бір егесі, ол менмін дейді. Оған Самет ашуланып кетіп қалады. Жихан мен Мелек бірге келе жатады. Кенеттен Мелектің іші ауырып, полицияға алып келеді. Содан кейін Тасин Саметтің үйіне келеді. Бұл менің үйім, бұл үйді босатыңдар, бұл үйді толығымен мен сатып алдым дейді. Келесі сериясын көргілеріңіз келсе, маған подписаться етіп,